Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында мороженое жасауды үйретемін. Балмұздақ, яғни тәтті балмұздақ. Ол үшін бізге менің миксерім керек, және бос ыдыс, және оған қажетті зат сливки, яғни сливкидің кез келген түрі болады. Мен бипбак деген түрін алдым. Және бізге сахарный пудра, ванилин керек. Және андай одноразный стакан. Осыны қазір құятын боламыз мороженеларымызды. Және бояу қоссаңыздар, мынандай мен өзім дайындап қойған 2 қызыл және сары бояу, және шоколадный цвет болу үшін какао, шоколадный балмұздақ болу үшін шоколад керек. Міне мен сливкиімді құйып алдым. Енді осыны жаймен бірінші жай скоростап бірге апарып, сосын жай көтеріп, 5-ке дейін көтеріп миксерлейміз. Енді біз сахарный пудра саламыз. Өзіңіз қажетінше, керегенше саласыздар. Мен шамалап салып жатырмын. Енді екеуін жақсылап миксерлейміз. Жақсылап араластырдық. Енді біз оған ванилин саламыз. Ванилиннің кез келген түрін салсаңыздар болады. Мен құлпынай түрін салдым. Бұл дәмі әдемі, иісі әдемі болу үшін. Енді жақсылап араластырамыз. Міне достар, мен араластырып болдым. Бұл өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Міне көрдіңіздер ме? Енді бұны 2 шыдысқа салып, өзімізге қажетті бояулар салып, одноразовый стаканға салатын боламын. Мен шоколадтарды ішіне құйып алдым. Қалғанына мына 2 бояуды және какаоны қосатын болам. Міне мен қызыл бояуымды араластырып алдым. Бұл зиян жоқ, бұл пищевой красительдер. Торт арнайы кондитерскийде сатады. Араластырамын. Міне сары бояуымды дайын. Сары мороженеміз дайын. Енді мынандай шоколадный мороженое дайындаймыз. Міне достар, какао қосылған балмұздағымызды дайын. Типа шоколадный цвет болмаса да әдемі шығатын сөзсіз. Қарағым сияқты ғой, дәмі. Қазір жақсылап араластыру керек. Мына ақ, мына шоколадның ішіне құйылады. Міне мен біразын салып болдым. Сары түсті балмұздақ, жаңа какао қосылған балмұздақ, қызыл түсті, осындай ашық розовый цвет болды. Шоколадный цветке енді құям. Әлі менде бар. Ал достар, міне мен дайындап қойдым. Мына шоколадный мороженеміз. Мына сары бояу қосылған, қызыл түсті. Енді біз оларға таяқшалар саламыз. Бізден андай таяқшалар осындайды ортасына кіргізіп қоямыз да. Міне біз достар таяқшаларды салдық. Таяқшы жетпегеніне қасық сала салдық. Енді бұны кемінде 1-2 сағатқа морозильникке, яғни тоңазытқышқа қоямыз. Ас болсын. Міне мен морозильникке қойып қойдым. Ұйықтатып қойдым морозильникке бәрін дегесін ба. 2 сағаттан соң қатқанын көреміз. Ал достар, біздің мороженеміз қатты. Енді іштей қатты болмаса да жеуге болады. Сынып жатыр. Ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер.